Жарыстың бар кеңістігінде қуат көзін табамыз. Жерді бәріміз қорғауға күшімізді саламыз. Біз жеңімпаз жеткіншекке қара батыл бол, балақай. 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 Иң. Хана. Копал. Берекен күш. Балақай. 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 Жеңімпаз жеткіншектер. Құрметті қанымдар мен мырзалар, біз жақын арада келесі аялдамаға жетеміз. Бізді таңдағандарыңыз үшін рахмет. Ақыры жеттік ау. Ақыры ағамен бірге караокеге баратын болдым ғой. Сүйкімді көбелектерім ай, көбелектерім ай, көбелектерім ай. Ей, балақай, мұнда не істеп жүрсің? Не, микрофон ба? О, жоқ. Бізде техникалық ақаулар болып қалды, сол үшін кешірім сұраймын. Ілтипаттарыңыз үшін рахмет. Өтінемін, бастым айтпаңыздар. Күшті. Мен мұны атамай айтуым керек. Шебер, біз соңғы секторға да жеттік. Өте жақсы. Сканерлеуді баста. Энергия белгілерін сканерлеу. Деректе ғаламшарлардың бәрінен жоғары энергия көзін көрсетеді. Қайсы ғаламшар? Жер ғаламшары. Оу, жер ғаламшары. Толық күшпен алға. Ей, немеремен кездесетіме шыдай алар емеспін. Пойызда маған қарағаныңыз үшін рахмет. Мәселе емес. Менен Токабаға сәлем айт, саған жақсылап барасын. Сау болыңыз. Атаммен ақыры кездесетін болдым. Батыл балақай! Ата! Батыл балақай! Қаншама өсіп қалыпсың ғой, батыл балақай? Мырза? Мен батыл балақай емеспін. Вау, сен тіпті қартаймайсың, ата. Ей, сен өзіңді кімді құшақтап тұрмын деп ойлайсың? Кешіріңіз, мырза. Сізге тартыпты ғой. Иә, ата. Ей, бұл менің кінәм емес. Мен қартайдым. Ал сен болса әлі жап-жассың. Қалайсың, ата? Мен жақсымын. Жақсы, үйге қайта. Білесің бе, пойыз жүргізушісі микрофонды өшіруді ұмытып кетті. Демек солайды. Мен сізді танымаймын. Мен бұл ғаламшардағы ең жоғары энергия белгісін анықтадым. Бұл какао энергиясы. Не? Какао энергиясы? Сіз білмейсіз бе? Әрине білем. Жай, ұмытып тұрмын. Какао энергиясы галактикадағы ең қуатты қуат көзі. Ол жойылып кетті деп есептеледі. Не? Біз бұл энергияны алуымыз керек. Шамдарды қос. Жер ғаламшарының голограммасын алып кел. Мен мұнда неліктен какао энергиясы көп екенін білем. Қара, мұнда тіпті тіршілік те жоқ. Бұл жер емес, бұл ай. Білемін. Иә, ол біледі. Компьютер, жер туралы көбірек мәлімет жина. Ал міне, біз келдік.
Вау, сен еркін ескі екен. Сен секілді. Ей, далада жатқан келіп тұр ма? Қане, үйге кірейік. Қане, кеттік. Ол үйде ұзақ уақыт тұрмауы мүмкін. Бірақ сонда да қарап көр. Есілі шиқылдап тұр ғой. Жақсы, мынау сенің бөлмен. Оның бәрін өзің жасадың ба? Әрине, басқа кім болушы еді. Қатты бауыр баспа, сен бәрібір бұл үйде ұзақ тұра қоймассың. Вау, күшті. Сенің келгенің жақсы болды. Енді маған кафемде көмек бересің. Көмек бере аладым ау өзі. Мейлі, ұзақ жол жүріп шаршап қалған болар. Аты балақай, оян. Қайырлы таң бабабай, жақсы ұйықта. Жер тұрғындары какаоны тамақ ретінде пайдаланатын секілді. Тамақ? Олар какао жеме? Бірақ какао әлемдегі ең мықты қуат көзі ғой. Сіз де жаңа ғана білдіңіз ғой. Тынышта, жерге түсіп хабарландыру беруге дайындал. Мен жердегілерге какаоларын беруге мәжбүр етемін. Токаба, токаба. Ол қайда жетті? Менімен кафеде кездесесің. Жақсы, есті қолпадың, көз жеткіздің, енді Ханнамен кездесем. Ханна? Ол мынау ма? Ханна? Сәлем баты балақай. Неге бұлай? Неге бұлай сен істедің? Тоқта, менің есімді қайдан білесің? Оны Токаба айтты. Оған осы нәрсең бар. Токаба кешегі бәлістер үшін рахмет дейді. Оқасы жоқ. Токабаға бәлістер қаттынасы керек. Білмеймін, солай деп ойлаймын. Жақсы Ханна, мен Токабаның кафесіне баруым керек. Токабаның кафесі? Бұл оңай. Жай ғана онда бұрылып, одан кейін барып. Жоқ, рахмет. Токабаның менің қалай баратынымды жақсы болған. Кейін кездесеміз. Кейін? Жақсы, алдымен мені үйінің жанындағы баспалдақпен төс. Сосын жолды кесіп өт. Оңға және солға қарауды ұмытпа. Біраз уақыт жүрген соң сен тағы баспалдаққа жетесің. Бірақ сақ бол. Бұрышта есі ауысқан ит бар. Бензинке ағаштың жанында жағажай бар. Тек төзу жер. Бір сағат өткен соң менің кафемді көргенше тура жүре бер. Ақыры жеттің ау. Шаршадым. Сен шынымен күнгейде осылай жүресің бе? Оны қалай істейсің? Ой, уайымдама. Менде велосипед бар. Оның үстіне үйім ана жерде тұр. Онда неде мені осыншама уақыт бойы жүргіздің? Неге жоқ? Есесіне жаттығумен жақсылап айналыстым. Алғысым шексіз. Сәлем болбой. Ұзақ уақыт жүріп келдің бе, Негізі, саған айтқыма келген еді. Мен негізі сенен сұраудан ұялдым, Мими. Мими? Мен Ханнамын. Рас па? Мен сені Мими деп ойладым. Не, сенің атын менің есімде. Бірақ менің атын сенің есімде емес. Жарайды, тыныштаңдар енді. Клиенттеріңді қашырасыңдар ғой. Бұл қандай орын? Не? Бұл ең күшті жер ғой. Сен кімсің? Мәселе емес. Толығырақ таныстыруға рұқсат ет. Тұсаукесер Токабаның кокотиямасы. Ол кім Токаба? Копал, ол менен үнемі тегін сұрайды. Шоколадтан жасалған. Шоколадты торт, шоколадты балмұстақ, шоколадты банан, және ішіндегі ең кереметі ыстық шоколад. Меніңше оның бір нәрсесі дұрыс емес. Токаба қанағатқа кепілдік етеді. Деген ұранмен тек жақсысына уәде етеді. Мен сияқты адал клиент бол да 100%-ға дейін кепілдік ал. Ей, қашаннан бері? Мен олай ешқашан айтпадым. Сәлем. Мен Патуолхаймын. Гопал, сенің ең жақын досы. Токаба, мен оның ең жақын досы болған соң тегін ыстық шоколад ала аламын ба? Не? Мен жай сұрадым ғой.
Бобобой, телефонду ал. Алло. Сәлем, Токава. Оу, бұл Токава емес. Бұл батыл балақай ма? Иә, әрине. Мен Инмін. Және менің тапсырыс бергім келетіні Әрине, не тапсырыс бересің? бір ыстық шоколад ретінде. Жақсы. Токава, бір ісі шоколад. Мен осында ал. Осында алады екен. Рахмет. Қош келдің. Ей, Ин, не бар жеді сонан? Мен ясақпын. Оны елемей-ақ қой. Ол нем осындай. Қане, теледидар қарайық та. Сәлем, жерліктер. Мен Ататата Тига ғаламшарына шыққан Адудумын. Барлық какао тәндерін беріңдер немесе жойылуға дайындалыңдар. Ей, неге ауыстырып жердің? Үрзіксіз. Олай емес. Жекделер сізі бақпайтын сияқты шебер. Қарғыс сатқыр. Шебер, мен жердегілер туралы мәлімет жинадым. Нәтижесі қорқынышты. Не деген кеп тұр құрылға? Мынаны қараңыз, шебер. Адамдарды сіз сияқты жасыл өзге ғаламшарлықтарға не істеп жатқанын қараңызшы. Алдымен олар жасыл келімсектерді кішкентай бөліктерге кеседі, одан кейін қайнаған суға салады. Соңында олар балаларды келімсектерді жеуіне мәжбүр етеді. Әрбірін соңына дейін. Қалайша олар мен сияқты жасыл келімсектерге сонша қатыгез бола алады? Менің білгім болған қандай жақсы. Осы үшін сіздің хабарламаңызды қорықпады-ау деймін. Басқа амалымыз жоқ сияқты. Біз күш шарын пайдалануымыз керек. Бірақ шебер, оны белсендіру үшін энергияның жоғары концентрациясын қажет етеді. Білемін, біз какао энергиясын қолданамыз. Құрылғы, шықты, какао орлап алып кел. Не үшін мен? Өйткені сен күлгінсің. Құдай-ай, мен неге күлгін болып тудым екен? Жақсы батыл балақай, мен кеттім. Кафеге бас көз бол. Бірақ мен не істеріңді білмеймін. Адамдар көп болса ше. Сенде бәрі жақсы болады. Олар келімсектер сияқты емес. Сау бол. Айтуға оңай. Егер шынын келімсекті кетсе, онда ше. Сәл қалды. О, жоқ, олар күлгіндерді жейді екен. Ей, ұлықсып. Бері тиен. Мен жеме, менің дәм тәтті емес. Тоқта. Қорылған жерім осы. Токава мені өлтіреді. Тоқта, мынау қай жер? Меніңше бұл олардың кемесі. Шебер, міне мен какао алып келдім. Жарайсың. Рахмет, біліп мен не істедім? Сен маған қате мәлімет бердің. Жер тұрғындары жасыл өзге ғаламшарлықтарды жемейді. Суретке біз көрген жасыл келімсектер үшін мәлімет көкөністе болды. Ей, сол жерде тоқта. Қайда бара жатырсың, а? Мен мұны қайту орнына апарайын деп отырмын. Какаоны саған апар деп кім айтты? Әкел бері. Енді біз адамдардың қауіпті емес екенін білеміз. Күш жарын белсендіру бізге не үшін қажет? Солай емес пе? Компьютер, оны ал. Иә, шебер. Сен ақымақ. Бұл какао энергиясын пайдалану арқылы күш жарын белсендірудің жалғыз жолы. Күш жары арқылы біз жерді жаулап алып барлық какаосын тартып аламыз. Түсінікті мырза. Тұрғане, менің артымнан қару-жарақ бөлмесіне кеттік. Ей, ол келімсекті теледидардан көрдік қой.
Компьютер, оны какаомен белсендір. Иә, шебер. Өте жақсы. Какаоның энергиясымен күш шары белсендіріледі. Осылай олар күш алады екен ғой. Мен какаоны қайтаруым керек. Шебер, күш шары толық іске қосылу үшін біраз уақыт қажет. Не? Мен оның күшін қазір көргім келіп тұр. Компьютер, какаоны құрылғымен тексер. Иә, шебер. Қалай екен құрылғы? Қалай ойлайсың? Бұл какао сондай дәмді. Не? Құрылғы. Шебер, құрылғы зертханаға кірді. Компьютер, барлық шамдарды қос. Мен супер құрылғымын. Міне менің күшім. Жеткілікті. Не, менің кемем тұтастай жарып жіберуді қалайсың ба? Шебер, күш шары белсендірілді. Керемет. Артымнан жүріңдер. Күш шары және супер құрылғы. Мен бұлар арқылы жерді... Сәлем, мен тек баратын. Шебер, бұл күш шары ғой. Құрылғы, ұстаған не? Компьютер, барлық есіктерді жап. Бастық мырза. Шебер, ол күш шарымен бірге қашып кетті. Қалай батылы барады. Оны табыңдар. Келдің ай батыл балақай. Қайда жүрдің өзі? Мен бір теңсекті қуалап кетемін. Өтен ол какаоны бұлады. Содан кейін мені бір алып, үлкен робот теңсек қуалады. Какаоға әбден тойған секілдісің ғой. Токаба, сен өзімен естіп тұрсың ба? Әрине. Жақсы. Үйге қайтайық. Бүгіндікке осы да жетеді. Мен қазір ғана қиялдан кеттім бе? Қане, батып алғай, сен білесің ғой, шын мәнінде теңсектер болмайды. Білемін. Ой жоқ. Ей, сен Адудудың күш шары емессің бе? Не, Адуду? Менің есімім Очаба. Сен мұнан не істеп жүрсің? Айт қане. Мен саған күш беру үшін келдім. Ха, күш бе? Иә, күш. Шебер, мен үлкен күш толқындарын сезіп тұрмын. Оның күш шары екені анық. Оның анықтанды. Вау, бұл не өзі? Бұл сенің күшінің негізі. Бұны маған неге бердің? Сен мені белсендірмедің бе? Иә, дәл сонда мен не істей аламын? Вау, элементтік күш. Енді сен осы ғаламшардағы барлық элементті басқара аласың. Сонда мен күшімді қалай пайдаланамын? Шыдамдылықпен, сен бұл күшті пайдалану үшін көп жаттығуың керек. Ол басқаруы ең қиын күштердің бірі. Вау, бұл найзағы элементінің күші. Оны қалай жасадың?
Жай былай. Ештеңе де болмады. Жай ғана осылай сенде шығып еді ғой. Ыстық. Бүгін түнде жаңбыр жауады-ау деймін. Вау, күшті. Жел күші. Күшті. Батыл балақай, терезені жап. Оу, Токава. Жоп, жоғарғы болуым керек. Батыл балақай, жерге түс, жер сілкінісі. Не деп тұрсың аты? Иә, жақсы, терезені жап. Жаңбыр жауады-ау деймін. Жарайды, Ток. Терезені жабу керек. Мен шынымен супер қаһарманмын. Вау, бұл жел күші. Жер сілкінісі.